Сәлеметсіздер ме? Келе жатқан видеоларда біз сіздермен тотығу-тотықсыздану процестерімен танысамыз. Алайда тотығу-тотықсыздану процесінің негізін түсіну үшін біз атом құрылысына кішкене үңілу керекпіз. Сондықтан осы видеода мен электртерістілік тақырыбынан бастағым келеді. Электртерістілікте біз атомның өзіне электрондарды тарту қабілетін атаймыз. Атомның электртерістілік қабілеті неғұрлым көп болса, оның электрондарды өзіне тарту қабілеті де соғұрлым жоғары болады. Электртерістілік ұғымына алғаш сипаттама берген американ ғалымы және Нобель сыйлығының лауреаты Лайнус Полинг болды. Ол қосылыстардағы атомдардың химиялық байланыс энергиясын қолданып, атомдардың салыстырмалы электртерістілігінің шамасын алды. Енді атомның электртерістілік қабілетіне не әсер етеді екен? Біріншіден, бұл атомның ядролық заряды, немесе бұл протон санына тең. Мысалы, мына атомға қарап көрейік. Атом құрамындағы электрондар, олар теріс зарядталған, атомның ядросында орналасқан оң зарядталған протондарға тартылады. Сондықтан атомның электртерістілігі электрондардың атом протондарымен тартылысына негізделген. Протон саны өскен сайын валенттік электрондардың тартылысы да соғұрлым артады. Нәтижесінде атомның электртерістілігі артады. Алайда атомның электртерістілігіне сонымен қатар ішкі электрондар саны да әсер етеді. Мысалы, мына атомға қарап көрейік. Мына атомда бір валенттік электрон бар және екі ішкі валенттік электрондар бар екен. Атомдағы электрондар әрқашан қозғалыста болады. Олардың қозғалысы кездейсоқ. Ішкі электрондардың осындай қозғалысын біз мынандай электрон бұлтымен топтай аламыз. Бұл ішкі электрондардың бұлты атом ядросы мен валенттік электрон арасында экран ретінде орнатылған. Яғни нәтижесінде валенттік электрондардың ядроға тартылысы әлсіздейді. Себебі валенттік электрондар мына ішкі электрон бұлты тұрғандықтан бір-бірінен тебілісіп, валенттік электрон атом ядросынан алшақтайды. Нәтижесінде атомның электртерістілігі төмендейді. Сондықтан ішкі электрон сандары да атомның электртерістілік қабілетіне әсер етеді. Енді атомдардың электртерістілігін периодтық жүйеде салыстырып көрейік. Бірінші бір периодтағы атомдардан бастайық. Мен мына үшінші периодты алдым. Бұнда натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор, күкірт және хлор кіреді. Егер ішкі электрондар санына қарайтын болсақ, олардың барлығында да 10 ішкі электрон бар екен. Себебі олардың барлығы да үшінші периодта орналасқан, алайда олардың валенттік электрондар саны бір-бірінен ажырасады. Енді ішкі электрон саны бірдей болғандықтан біз ішкі электрон сандарын салыстырмаймыз. Біз протон сандарына, яғни ядро зарядына назар аударып көрейік. Көріп тұрғандай, натрийден оң жаққа жүрсек, атомдардың ядро заряды артады. Яғни олардың протон саны артады. Ал протон саны артқан сайын валенттік электрондардың атом ядросына тартылыс күші де ұлғаяды. Көріп тұрғандай, натрийде мысалы 11 протон, ал хлорда 17 протон. Сондықтан солдан оңға қарай электртерістілік те өседі. Яғни бір периодта орналасқан атомдар үшін электртерістілік ядро заряды өскен сайын артады екен. Енді біз бір топта орналасқан элементтерді салыстырайық. Мен 7-ші А топшасын галогендерді алдым. Фтор, хлор, бром және йод. Егер біз протон санына қарайтын болсақ, әрине протон саны артады. Алайда енді біз мына жерде ішкі электрон санына назар аудару керекпіз. Фторға қарайтын болсақ, фторда тек қана валенттік электрон мен ядро арасында екі ішкі электрон орналасқан. Хлорда 10 ішкі электрон орналасқан, яғни артады. Бромда 28 ішкі электрон, ал йодта 46 ішкі электрон орналасқан. Көріп тұрғандай, ішкі электрондардың саны фтордан йодқа қарай қатты ұлғаяды. Яғни йодта 46 ішкі электрон болғандықтан, оның валенттік электрондары атом ядросынан өте қатты алшақтайды. Нәтижесінде валенттік электрондардың ядроға тартылыс күші де әлсіздейді. Сондықтан бір топшада орналасқан атомдар үшін электртерістілік төменнен жоғары қарай, яғни йодтан фторға қарай артады.
Видеоның басында айтып кеткенде, Лайнус Полинг химиялық байланыстардағы атом арасындағы химиялық байланыс энергиясын қолданып, атомдардың салыстырмалы электр терістілігінің шамасын өлшей алды. Ол үшін ол фтордың электр терістілігін 4 деп алып, басқа элементтердің салыстырмалы электр терістілігін санай алды. Осы жаңа айтқан периодтық заңдылықтарды жаттау үшін жаңа айтып кеткен сипаттамаларды түсіну қажет. Яғни жаңа айтқандай, бір период бойынша бізде ядро заряды артқан сайын электр терістілік те артады, ал бір топшада ішкі электрон саны азайған сайын электр терістілік те артады. Барлық элементтердің арасында фтордың электр терістілігі ең жоғары болып келеді. Сіз осы фтордың ең электр теріс элемент екенін біліп, оны маяк ретінде қолдана аласыз. Яғни период бойынша сізде солдан оңға қарай артады фторға қарай, және топ бойынша төменнен жоғары қарай фторға қарай электр терістілік артады. Енді мына кестеден көріп тұрғандай, әр элементтің электр терістілігі берілген, оның өлшем бірлігі жоқ. Бұл видеоның басында айтқан Лайнус Полингтің атомдар электр терістілік кестесі. Лайнус Полинг фтордың электр терістілігін 4-ке тең деп алып, басқа атомдардың салыстырмалы электр терістілігін санап, осы кестені құрды. Ал енді электр терістілік бізге не үшін қажет екен? Ең бастысы біз электр терістілікті қолданып, химиялық байланыста электрон тығыздығының қай атомға қарай бағытталғанын түсіне аламыз. Ал біз оны түсінсек, кейін біз молекулалардың полярлығын, геометриясын, балқу және қайнау температураларын және тағы басқа қасиеттерді түсіне аламыз. Енді байланыс полюстілігін табу үшін біз химиялық байланыстағы екі атом арасындағы электр терістілік айырмасын табу керек. Мысал ретінде біз фтордан бастайық. Фтор молекуласы екі фтор атомнан тұрады. Олар былай байланысқан. Және біз электр терістілік айырмасын тапсақ, фтордың электр терістілігі 4, 4-тен 4 алатын болсақ, 0-ге тең. Яғни бұл байланыста екі бірдей атом бір-бірімен байланысады. Олардың электр терістілігі бірдей, яғни электрон тығыздығы мына фторға қарай, немесе мына фторға қарай ығыспайды. Көріп тұрғандай, фтор молекуласындағы электрон тығыздығы екі атом арасында бір текті тарайды. Егер бізде көк түс оң болса, және қызыл түс теріс зарядты көрсетіп тұрса, фтор молекуласында біз көріп тұрмыз оң заряд және теріс зарядты бір-бірінен бөле алмаймыз. Сондықтан фтор молекуласында екі фтор атомдары бір-бірімен ковалентті полюссіз байланыс құрады. Ал енді фтор сутекпен байланысқан кезде бізде мынандай байланыс түзіледі. Фтордың электр терістілігі 4, сутектің электр терістілігі 2,1 және электр терістілік айырмасы 1,9-ға тең. Бұл 0 емес. Яғни фтор сутекке қарағанда электр терістілігі жоғарырақ болғандықтан, фтор осы электрон тығыздығын өзіне қарай тартады. Электрондар бізде теріс зарядталған, яғни фтор атомның айналасында теріс заряд шоғырланған, ал теріс зарядталған электрон болты сутектен кері қарай ығысқандықтан, мына жаққа қарай, сутекте оң заряд шоғырланады. Нәтижесінде фторда ішінара теріс заряд болады, ал сутекте ішінара оң заряд болады. Және фтор сутекте көріп тұрғандай электрон тығыздығы біртекті тараған жоқ, ол фторға қарай ығысып тұр. Бұндай байланысты біз ковалентті полюсті байланыс деп атаймыз. Себебі біз теріс зарядталған полюс және оң зарядталған полюсті бөле аламыз. Фтор литиймен байланыс түзген кезде электр терістілік айырмасы 3-ке тең. Яғни біз жаңағы фторға немесе фтор сутекке қарағанда бұл өте жоғары сан. Фтордың электр терістілігі литийге қарағанда көріп тұрмыз өте жоғары. Және ол өте жоғары болғандықтан олар бір-бірімен электронды бөлмейді. Фтор литийдің валенттік электронын толықтай өзіне қосып алып, осындай иондар түзеді. Нәтижесінде фторда біз ішінара теріс деп айтпаймыз. Мына жерде фторда -1 деген заряд болады. Ол толығымен бір электронды қосып алды. Ал литийде +1 деген заряд болады, себебі ол бір электроннан айырылды. Мына жерде бізде иондар түзілгендіктен
біз мынандай байланысты иондық байланыс деп атаймыз. Яғни иондық байланыс түзілген кезде электрон бір атомнан екінші атомға қарай толығымен ауысады. Енді осы видеода біз сіздермен электр терістілік ұғымымен таныстық. Электр терістілік осы байланыс полюстілігін табу үшін өте маңызды. Және келесі видеоларда біз тотығу дәрежесін анықтау ережелерімен танысқан кезде бізге электр терістілік, атомның электр терістілігін түсіну және осындай электрон тығыздығының таралу картасын түсіну өте маңызды болып келеді.